Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Біз бүгіннен бастап сіздермен бірге алдағы 5 айда химияны 0-ден бастап 45 плюс балға дейін қарастыратын боламыз. Біздің бірінші сабағымыз бұл сіздердің деңгейлеріңізді анықтауға арналған нұсқаны талдау сабағы болады, және кіріспе сабағы жалпы сіздер материалдарды қайдан ала аласыздар, сол туралы мен сіздерге кішігірім ақпарат беріп кететін боламын. Сіздерге қазір нұсқаны талдау көрініп тұр, жақсы. Қазір сіздерге телеграм көрініп тұр ма, оқушылар? Сіздерге телеграм канал көрініп тұр ма? Кері байланыс беріп жіберсеңіздер. Көрініп тұр. Оқушылар, қараңыздар. Осы телеграм каналда сіздердің бүкіл материалдарыңыз осы каналға салынып отырылады. Бүгінгі нұсқа талдау сабақтары, бүкіл чек-листтер бәрі. Мында сіздерге тура негізгі кірулеріңіз керек. Ақпарат бұл қажетті чек-листтер бәрі осы жерде тұрады. Мысал ретінде қазір сіздерге мен көрсетіп кетейін бұны папкіден, не? Міне, ОБТ папкасының жалпы химиядан 0-ден бастап 50 балға дейінгі ОБТ папкасының бүкіл материалдары осының ішінде чек-лист түрінде тұрады. Сіздерге түсінікті болу үшін қазір бір минут. Мен қазір сәл не реттеп қойып едім қазір. Мынадай чек-лист түрінде тұрады сіздерде. Қазір каналды ашып көрсетемін. Қазір бір минут ашылсын. Міне, мында ОБТ папкасымен қалай жұмыс жасау керек, буглук дегеніміз не, оны қайдан көруге болады, бұның барлығы түсіндірмесі, бейнебаяндары осы чек-листтің ішінде тұр. Енді қазір қараңыздар. Сіздер міне өздеріңіз тапсырған тесттеріңіздің нәтижелерін қазір мен сіздерге тексеріп жіберетін боламын. Кім маған жіберді, сол оқушылардың жұмысын. Одан кейін сіздердің міне алған балдарыңызға сәйкес не істеу керек, барлығы осы документте жазылып тұр. Мында 0-ден бастап сіздерді жетектеп 50 балға дейін апаратын болады. Яғни мынау нұсқаларды тапсыру біз осы папка бойынша ретімен жұмыс жасап отыратын боламыз. Әрине, ақылы каналға жазылған оқушыларға міне осындай папка адрестеріңізге салынады. Бұл папканың ішінде өздеріңіз көріп отырғандай периодтық кесте дайындыққа қажетті. Одан кейін міне жаңа сіздер деңгейлі анықтауға арналған тесттеріңіз, бүкіл ОБТ-дан жаттауға қажетті ақпараттар, міне барлығы осының ішінде буглуктар, 30 нұсқаның талдауы, 25 контекстің талдауы, бәрі осының ішінде тұрады. Осы папканы әрине мұндағы материалдармен, ақылы каналдағы материалдармен ешкіммен бөлісуге болмайды. Тек қана өздеріңіз ғана пайдаланып, өздеріңіз ғана жұмыс жасауларыңыз керек. Егер ақылы каналдағы материалдар таралған жағдайда автоматты түрде курстан шығасыздар. Барлықтарыңызға бұны ескертіп айтып жатырмын. Бұл ОБТ папкасының электрондық нұсқасы осы химияның даму папкасы деген документтің ішінде тұр. Осы жерден барлығын көріп, осы жерден жұмыс жасай аласыздар. Ал телеграм каналда осының обновленный нұсқасы салынып отырылады. Сол жерден обновленный нұсқасын көріп, жүктеп алып, жұмыс жасай аласыздар. Түсінікті ғой? Біздің ақылы WhatsApp тобымыз бар, сонда күнделікті сабақтардың сілтемесі келіп отыратын болады. Жарайды, онда біз нұсқа талдаудан бастасақ. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Жақсы, енді осы нұсқа талдауға көшейік. Енді құрметті оқушылар, сіздердің өздеріңіз тестті тапсырған болсаңыздар, белгілі бір деңгейге жатасыздар. Яғни 15 балға дейін, немесе 25 балға дейін, 35 балға дейін, немесе 45 плюс деген сияқты. Енді қазір арамызда 45 плюс бал алатын оқушылар болса, сіздер шын жүректен құттықтаймын. Айтарлықтай курсқа жазып, бас ауыртып жатудың қажеті жоқ. Сіздер әрі қарай жай ғана нұсқа тапсырып практиковать етсеңіздер, 50-ден 50 жинауларыңызға болады. Ал егер сіздердің нәтижелеріңіз әлі айлап жұмыс жасап көтерілмей жатқан болсаңыздар, біз деңгейлеп, біртіндеп осы курстың негізінде көтеретін боламыз. Сонымен, бірінші сұрақтан бастасақ. Тест көрініп тұр ғой. Инертті газдарға тән электрондық конфигурация деген. Кері байланыс беріп отырсаңыздар, оқушылар. Көрініп тұр ма тест?
Иә, көрініп тұр. Жақсы. Сонымен былай дейді. Инертті газдарға тән электрондық конфигурация. Инертті газ ол нешінші топтың элементтері бізде? Сегізінші топ элементтеріміз не деп айтамыз? Инертті газ деп айтамыз, сегізінші топтың элементтері. Ал сегізінші топ деген сөз, мынау төбесіндегі сандардың қосындысы нешені беру керек бізде? Сегізді беру керек. Мынау біз 2-ке 4 қоссақ 6 шығып тұр, сонда дұрыс жауабымыз не болады? Б жауабы болады. Өйткені 2-ке 6-ны қоссаңыздар неше шығады? 8 шығады. Бұл түсінікті ғой. Сұрақ бар ма? Иә, ағай. Түсінікті. Жақсы. Екінші сұрақ. 50 грамм алюминий тақташасын мыс 2 хлоридінің ерітіндісіне салғанда пластинканың массасы 63,8 граммға артты дейді. Тұнбаға түскен мыстың массасы. Енді бұл бізде пластинкаға арналған есептерін шығару алгоритмі. Егер де сіздердің деңгейлеріңіз 20-дан асқан болса, телеграм каналда есептер шығару химиясының чек-листі бар, және есептер шығару практикумы деген чек-листтер бар. Соның ішін қарасаңыздар, осы тақырыптардың барлығы бойынша лайфхак пен бейнебаяндар, теориялық ақпараттар бар. Соны шығарып, тақырыпты ретсіз өз бос уақыттарыңызда әрі қарай талқылап кете берсеңіздер болады. Ал егер де нәтижелеріңіз әлі 20-дан төмен болса, олай жасаудың қажеттілігі жоқ, себебі сіздер бәрібір оны өз беттеріңізбен еңсере алмайсыздар. Ол үшін сіздерге, по крайней мере, 20 плюс керек. Жақсы, енді бұл есепті лайфхакпен шығарып көрейік. Бізде алюминийден жасалған тақташа берілген. Алюминийден. Ол мыс хлоридіндегі нені ығыстырып шығарады? Әрине мысты ығыстырып шығарады. Металлды ығыстырып шығарады. Енді ергіштік кестеде алюминийдің заряды қанша оқушылар? 3. Плюс 3, дұрыс айтады, плюс 3. Ал мыстың заряды плюс 2. Мына жерде айтып тұр, плюс 2 екен. Енді 3 пен 2 бір-біріне қысқармайды. Сондықтан да біз олардың зарядтарын айқыш ретінде не істейміз? Ауыстырамыз. Мында 2 қоямыз, мында нешені жасамыз? 3-ті жасамыз. Осылайша біз реакцияны теңестіреміз. Әрі қарай, енді біз реакцияға түскен алюминийдің зат мөлшерін А моль деп аламыз. Ал онда бізде А моль деп алатын болсақ, және онда алдында 2 деген коэффициент бар, сонымен 2А болады. Ал мыстың алдында 3 деген коэффициент бар, сонымен не болады? 3А болады. Әрі қарай, реакцияға түсетін заттар бізде не істейді? Әрқашан азаяды. Сондықтан минус қылып аламыз. Ал реакциядан кейінгі түзілген заттар бізде әрқашан не істейді? Көбейеді. Сондықтан плюс қылып аламыз. Ол не үшін керек? Бізде бастапқыда пластинканың массасы қанша граммды құрады? 50 граммды құрады. Одан реакцияға түсіп кеткен алюминийдің массасын алып тастаймыз. Ал алюминийдің массасы 27 көбейту 2А болады. Біз оны минуспен аламыз, өйткені 12 азайып жатыр. Оған қосамыз 3А көбейту 64-ті. 64 деген ол мыстың салыстырмалы атомдық массасы. 3А деген мынау алған мәніміз. Тең не болады? Пластинканың соңғы массасы қаншаны құрап тұр бізде? 63-те 8 граммды құрап тұр. Әрі қарай, енді мынау 50 граммнан 63-те 8 граммнан 50-ді алып тастаймыз, сонда 13-те 8 грамм шығады. Енді 3-ті көбейтеміз 64-ке, жаңылмасам 192А, 27-ні 2-ке өтсек, минус 54А болады. Әрине, 192-ден 54-ті алып тастаймыз, сонда 138А, тең 13-те 8. Аны тапсақ 0,1. Енді бізде есептің шартында ненің массасын тап деп тұр оқушылар? Мыстың массасын тап деп тұр. Көрдіңіз бе, мыстың массасы? Ал бізде мыстың массасы не еді? Жаңа 3А көбейту не болды? 64 болды, мыстың массасын табу үшін 3А бізде неге тең? 0,1 көбейту не болады? 64. Сонда тапсаңдар 19-да 2 грамм. Дұрыс жауап С болады. Сұрақ бар ма? Жоқ, ағай, түсінікті. Түсінікті. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Номері 3-ші сұрақ. Лебедев әдісімен бутадин алынатын қосылыс дейді. Бұл енді назар аударыңыздар, сіздерде жаңағы практикум бізде неге кірсеңіздер, ақылы каналға мен кім қосылды, соларды қосып жатырмын. Телеграм каналға жекелеріңізге сілтеме жібердім. Сол арқылы телеграм каналға қосылсаңыздар, сіздерде химиядан ОБТ папкасы деген PDF документ бар. Соны жүктеп алып ашсаңыздар, бүкіл осы тапсырып атқан нұсқаларыңыз, солардың әрқайсының буклуктары бар. Түсінікті ғой? Мысал ретінде көрсетіп жіберейін сіздерге. Қайтадан бас жағым. Міне қараңыздар. Мынау сіздердің жаңа деңгейді анықтауға арналған тесттеріңіз. Міне сол тесттің мына жерде буклугі тұр. Көрдіңіздер ма? Бұл буклук деген қай
жаңағы құралған тесттер бұл қандай тақырып бойынша құралған, ол қай деңгейдің сұрақтары, кітаптың қай параграфінен қай кітаптан оқу керек, барлығы жазылып тұрған сілтеме ғой. Соны пайдаланып, осы қателескен сұрақтарыңызды талдап шықсаңыздар болады. Сіздерге жеңілдету мақсатында барлығы жасалып тұр уже. Сондықтан сіздер осы буклукпен жүйелі жұмыс жасауларыңыз қажет. Мысал ретінде біз жаңа номер нешінші сұраққа келдік? Номері төртінші сұраққа. Төртінші сұрақ үшінші сұрақ, үшінші сұрақ А деңгейінің сұрағы. Бұлар алкадиендер тақырыбына арналған 10-шы сынып 74-ші параграф. Сонда Лебедев әдісімен бутадиен алынатын қосылыс дейді. Сол тақырыпты міне мен әдейі кесіп алып салып қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Мында көрдіңіздер ма? Алынуында жазылып тұр сол алкадиенді. Лебедев әдісімен неден алады екенбіз? Этил спиртінен алады екенбіз. Ал этил спиртін біз басқаша не деп айтамыз, оқушылар? Бутанол деп айтамыз. Сондықтан кешірім өтінемін, этанол деп айтамыз. Дұрыс жауап әрине Б нұсқасы болады. Және міне мынау реакцияны жазып, міндетті түрде сіздер жүру жағдайына жазып қоюларыңыз керек. Енді құрметті оқушылар, сіздерге алдағы уақытта 2 дәптер арнау керек. Егер сіздердің деңгейлеріңіз 15 балдан төмен болса, 2 дәптер арнауларыңыз керек. Бірінші, біз алдағы уақытта 15 балдық деңгейдің тақырыптарын өтеміз. Сол үшін керек. Екінші дәптер сіздерге қажетті, ол нұсқа талдау үшін. Біз апта сайын бір нұсқадан талдап отырамыз. Сол нұсқа талдауларыңызды бәрін отдельно дәптерге жазуларыңыз керек. Сонда мынау бірінші нұсқаны қазір видеосын қарап отырып, соның талдауын сол дәптеріңізге жазуларыңыз керек. Сонда курстың соңына дейін сіздер алатын 200 нұсқадан бөлек 30 нұсқаның осылай толық талдауын аласыздар. ұбт-ға жақын қалғанда соны қарап шығу үшін. Жасамам. Түсінікті ғой? Ағай, Сұрақ? ағай. Екінші сұрақта суретке түсірілген деп еді. Мен видеосын жіберемін. Жарайды. Ағай, бірінші сұрақтың жауабы қандай? Бірінші сұрақтың жауабы? Бірінші сұрақтан біз бағана өтіп кеттік қой, айналайындар-ау. Бірінші сұрақтың жауабы жаңа 8 деп айтқан. 8-ші топта төбесіне қосылыстар неше болу керек? 8 болу керек, 2-ге 6-ны қосамыз, сонда 8 шығады. Оқушылар, егер де жаңадан қосылып жатсаңыздар, бұның видеосын салам. Сондықтан да енді қосылып басындағын қайттан сұраудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Сонымен, үшінші сұрақ түсінікті ғой? Онда төртінші сұраққа келейік. Төртінші сұрақ былай, Льюис теориясы бойынша негіз дейді. Енді қарасаңыздар, бұл қышқылдық негіздік теориялар тақырыбы А деңгейінің сұрағы және 11-ші сыныптың 49-ші параграфінде қарастырылған. Енді назар аударсаңыздар, бізде қышқылдар мен негіздерге анықтама беретін 3 теория бар. Бірінші Аррhenius теориясы, екінші Брэнстед-Лоури, оны басқаша протондық теория дейміз, және Льюис теориясы, оны басқаша электрондық теория деп айтады. Енді қараңыздар. Сонымен Льюис теориясы бойынша негіз. Льюис теориясы бойынша негіз дегеніміз не екен? Электрон жұбын не істейді екен бізде? Береді. Яғни электрон жұбын береді, дұрыс жауап сонда А болады. Оқушылар, сонда көрдіңіздер ма? А деңгейінің сұрақтары дегеніміз, ол бәрі оңай дегенді білдірмей. А деген сұрақтары кейде кітапта сөзбе-сөз келеді деген сөз. Оған ешқандай ойлануды не қылудың қажеті жоқ, прям кітапта сөзбе-сөз жазылып тұр. Түсінікті? Сондықтан да біз алдағы уақытта нұсқа талдауларда осы буклук арқылы, буклук деген енді менің қазақшалағаным ол кітапты қара деген сөз, кітаппен жұмыс жасау арқылы біз А деңгейінің сұрақтарының бәрін алатын боламыз. Осы ретте айта кетейін, ұбт-да А деңгейінің сұрақтары ол 50%, яғни 25 балды құрайды. Сұрақ бар ма? Төртінші сұрақ бойынша. Оқушылар. Жоқ, сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ, жақсы. Номері 5-ші сұрақ. Бөлме температурасында кремний әрекеттесетін галоген дейді. Енді бұл жерде де бұл сұрақ айтарлықтай қиын емес, өздеріңіз жақсы білесіздер. Кремний, көміртек сияқты элементтердің белсенділігі төмен. Ал белсенділігі төмен элемент белсенділігі немен әрекеттеседі? Жоғарымен әрекеттеседі. Ал енді біздің жағдайымызда белсенділік жоғары қайсысы? Фтор екен, жақсы білетін шығарсыздар. Фтор ол бейметалдардың ішіндегі ең күштісі. Ең күшті бейметалы фтор, одан кейін кім? Оттек, одан кейін азот. Осы ең күшті 3 бейметалды білулерің керек. Ал металдардың ішінде ең күштісі қайсысы? Оқушылар.
Литий. Бұл Жоқ. цезий. Дұрыс айтасың. Жақсы. Келесі. Натрий формиаты мен натрий стеаратының формуласы дейді. Енді бұл да өте оңай сұрақ. Натрий формиаты деген ол қандай қышқылдың қалдығы? Құмырсқа қышқылының қалдығы, немесе метан қышқылының қалдығы. Ал стеарат деген бұл С17H35 COH, яғни стеарин қышқылының қалдығы. Сондықтан дұрыс жауабымыз не болады? А нұсқасы болады екен. Яғни есептер шығару неде қарасаңыздар, ұбт папкасының ішінде органикалық заттардың дәстүрлі атауы деген бар. Сол документтің ішінде бұлардың бәрі жазылған. Келесі, күшті тотықтырғыш. Оқушылар, осы ретте нұсқа талдау дәптерлеріне жазып қойыңдар. Элементтің тотығу дәрежесі артқан сайын тотықтырғыштық және қышқылдық қасиеті артады. Бұл білулеріңіз керек негізгі ережелердің бірі. Мында азоттың тотығу дәрежесі +5. Оны қалай таптық? Мына оттектің санын 2-ге көбейттік. Өйткені оттек ол эквивалентті. Одан мынау зарядын алып тастадық. Сонда 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-тан 1-ді алсақ 5 шығады. Мында азоттікі -3, мында +4. Оны қайдан таптық? Өйткені NO2 деген ол RO2 деген оксидке ұқсап тұр. Ал RO2 деген ол периодтық кестеде нешінші топқа ұқсап тұр? Нешінші топтың формуласы? 4-ші топтың. Сондықтан мында +4 болады. 2-ні көбейтеміз 2-ге. Одан -1-ді алып тастаймыз, сонда плюс неше болады? 3 болады. Сонда ең тотығу дәрежесі жоғары қайсысы? +5. Сондықтан да +5 ол күшті тотықтырғыш болады. Түсінікті ма, оқушылар? Иә, ағай. Түсінікті. Жақсы, ары қарай. Былай деп. Темір 3 оксидін немен, ис газымен алыпты, металды алу әдісі дейді. Жалпы мектеп бағдарламасында металдарды алудың 3 әдісі қарастырылады. Бірінші, бізде металдардың активтілік қатарына қарайтын болсақ, литий мен алюминий аралығындағы металдар негізі бұлар электрометаллургия арқылы алынады. Электрометаллургия. Металлургия деген металдарды алу әдісін зерттейтін ғылым саласы, химия сияқты. Дальше, екінші марганецтен бастап жалпы алынғанда қорғасынға дейінгі элементтер, қорғасынмен қалай салып жүреді? Қорғасынға дейінгі элементтер бұлар пирометаллургия әдісі арқылы алынады. Пирометаллургия. Жазып атқандарын көрініп тұр ғой, оқушылар. Ал сутектен кейінгі, мысалы, сынап, мыс деген сияқты, бұларды қыздыру арқылы алуға болады. Қыздыру. Ал алтын сияқты металдарды, бұларды гидрометаллургия әдісімен алады. Гидрометаллургия. Енді бізде темір ол қай аралыққа жатады? Мынау металдардың активтілік қатарына қайсысына жатады? Литий мен алюминийдің арасында ма, әлде марганец пен қорғасынның арасында ма? Қай жерде жатады? Қолдарында периодтық кесте бар ма өзі? Қайсысына жатады, оқушылар? Пирометаллургия. Екіншісіне жатады, пирометаллургияға. Онда біз пирометаллургия дегенге анықтама берейік. Пирометаллургияда бірінші тотықсыздандырғыштар қосылады. Екінші, оларды қыздырады. Яғни белгілі бір кенге тотықсыздандырғыш қосып қыздырады. Ал енді қандай тотықсыздандырғыш қосқанына байланысты сол атаумен аталады. Мысалы, егер тотықсыздандырғыштың қызметін алюминий атқарса, қыздыру деген ол не дегенді білдіреді? Термия дегенді білдіреді. Сонда, мысалы, алюминий қосып қыздыратын болсақ, ол не деп аталады деген сөз? Алюминотермия деп аталады. Ал егер сутек қосып қыздыратын болсаң, сутек термия деп аталады. Ал енді біздің жағдайымызда мынау не қосып тұр? Көміртек. Дұрыс айтасыңдар, сондықтан бұл қалай аталады? Карботермия деп аталады. Логика түсінікті ма? Бір жақсы қасиеттерім вообще сұрақ қоймайды екенсіңдер. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Номері 9-шы сұрақ. Көлемі 123,2 литр пропан мен бутан қоспасын жаққанда 436,8 литр газ бөлінді дейді. Қоспадағы газдардың көлемдік үлестері. Сонымен бізде пропан ол С3H8. Ал бутан деп отырғанымыз С4H10. Бұлардың біз көлемдерін С3H8-дің көлемін А литр деп алайық. Ал С4H10-ның көлемін Б литр деп алайық. Сонда бірінші теңдеуіміз бізде А қосу Б, яғни екеуінің көлемдерінің қосындысы бізде нешені береді? 123,2-ні береді. Ал енді қараңыздар,
Бізде пропан жанған кезде қандай газ бөлінеді? Әрине көмірқышқыл газы бөлінеді. Ал бутан жанғанда да көмірқышқыл газы бөлінеді. Өйткені екеуінде де өздерің жақсы білесіңдер, иә? Органикада көмірсутектер жанғанда бөлінеді әрқашан не? Көмірқышқыл газы және су. Солай емес пе, оқушылар? Иә. Бұл түсінікті. Енді қараңдар. Бізде енді көміртектердің саны теңестіру керек. Мында 3, сондықтан СО2-ның алдына 3 қоямыз. Мында көміртектің саны 4, сондықтан СО2-ның алдына 4 қоямыз. Егер мынаның көлемін А деп алсақ, мында ол кезде мынау 3А болады. Өйткені алдында коэффициент 1-дің 3-ке қатынасындай. Біз мынаны Б дейтін болсақ, мынауымыз 4Б болады. Ал енді мынау газдардың қосындысы қанша литрді құрап тұр дейді бізде есептің шартында. Сонда 3А қосу 4Б тең неше литр дейді оқушылар? 436,8 литр. Бұл бізде параллель есеп деп аталады. Бұл параллель есепте біз жүйе арқылы шығарамыз. Енді бізде екінші теңдеуге қарасаңдар, мынау 3 және 4 деген сан бар. Қайсысы кішкентай? Әрине бізде 3 кішкентай. Сондықтан бірінші теңдеуді 3-ке көбейтеміз. Яғни бірінші теңдеуді 3-ке көбейтеміз деген сөз, мынау әрбір компоненттерді 3-ке көбейтіп, бірінші теңдеуден алып тастаймыз деген сөз. Сонда 3-ті А-ға көбейтсек 3А шығады, 3Б шығады. Әрі қарай енді 123,2-ні 123,2-ні көбейтем 3-ке, сонда 369,6 шығады. Сонда 3А-дан 3А-ны алып тастаймын, мына жерден 0 шығады. 4Б-дан 3Б-ні алып тастаймын, жай ғана Б шығады. 436-да 8-ден 369-ды алып тастаймын, сонда 67-де 2 литр шығады. Жаңа уже біз Б-ның мәнін тауып алдық. Ал Б бізде нені көрсететін еді, оқушылар? Бутандікі, не? Сонда біз әрі қарай бутанның көлемдік үлесін таба саламыз. С4H10-ның. Оны табу үшін біз не істейміз? 67,2 литрді бөлеміз нешеге? 123,2 литрге. И көбейтеміз 100%-ға. Сонда 54,55 шығады екен. 54,55%. Бұл бізде қайсысына сәйкес келіп тұр? А жауабына. Өйткені екіншісін табу үшін 100-ден 60 саламыз. Түсінікті ғой? Бұл оқушылар С деңгейінің есебі параллель есептерден. Біз ертең деңгеймен қарастырған кезде, бұны С деңгейінің тақырыптарын қарастырғанда толық талдайтын боламыз тағы. Сондықтан қорқынышты болып көрініп атса, уайымдамаңыздар. Номері 10-шы сұрақ. 60 грамм формальдегидті тотықтырғанда түзілген өнімді бейтараптауға натрий гидроксидінің 10% ерітіндісінен 234 мл жұмсалды. Ерітіндідегі түзілген тұздың массалық үлесі дейді. Сонымен, назар аударыңыздар, бізде формальдегидті тотықтырады. Формальдегид дегеніміз ол мынау зат. Немесе оны басқаша не деп айтады? Метаналь, иә, метаналь. Метанальді тотықтырады. Нәтижесінде сәйкес карбон қышқылы шығады. Ал карбон қышқылын немен әрекеттестіреді? Натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Сөйтіп тұз алады. Біз енді натрий гидроксидінің мәні арқылы ненің массасын тауып алуымыз керек? Тұздың массасын тауып алуымыз керек. Сонымен біз алдымен натрий гидроксидінің зат мөлшерін тауып алайық, түсінікті болу үшін. Натрий гидроксидінің зат мөлшерін табу үшін сіздерге формуласын жазып көрсетейін. Омега еріген затты көбейтеміз көлем ерітіндіге, көбейтеміз тығыздыққа, бөлеміз 100%-ға, көбейтеміз масса еріген затқа. Біздің жағдайымызда масса еріген затымыз, омега еріген затымыз 10, оны көбейтеміз 234-ке, көбейтеміз 1-ден 0,9-ға, бөлеміз 100, көбейту 40-қа. 40 оқушылар натрий гидроксидінің молярлық массасы. Сонда 10-ды көбейтем 234-ке, көбейтем 1,09-ға, бөлем нешеге? Бөлем, мне кажется, 4000-ға. Он көбейту 234, көбейту 1,09, бөлу 4000. Сонда 0,63-те қанша? 765 шығады екен. Бұл түсінікті оқушылар. Түсінікті, түсініксіз деп айтып отырсаңыздар, сұрақ қойып, әрі қарай кеттік. Біз енді натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін ненің мәнін тауып аламыз? H2O натрийдің мәнін тауып аламыз. Мынауымыз бізде 0,63-те 765. Мынауымыз X1.
Мынауымыз бір, жай ғана алдына коэффициентті қоя саламыз. А мынаның зат мөлшері қанша еді мынау? 40, ал 45, оған қосам 23-ті, 68. Сонда x1-ді табатын болсақ, әрине 68-ді көбейтеміз 0,63-те 765-ке. Сонда 43,36 грамм. Енді бізге масса ерітіндіні тауып алу керек. Ал енді масса ерітіндіні табу үшін оқушылар бізге H2OH-тың массасын тауып алу керек. Ал енді H2OH-тың массасын қалай табамыз? Біз оны CH2O арқылы табамыз. Стрелка H2OH. Мынауымыз біздің 60 грамм, мынауымыз X2. Мынауымыз біздің 30 грамм малярлық массасы, а мынаның малярлық массасы 46. Осы жерден X2-ні тапсаңыздар, әрине 60-ты көбейтеміз 46-ға, бөлеміз 30-ға. Сонда 92 шығады. Енді масса ерітіндіні тауып алуымыз керек. Ол үшін 234-ті, яғни ерітіндінің көлемін тығыздыққа көбейтеміз 1,09-ға. Оған тағы да 92 грамм тұз қостым. Сонда 1,09 көбейту 234, оған 255 шығады. 255-ке қосам 92-ні. Сонда 347 шығады. Ал енді омега H2O натрий табу үшін бізде оның массасы 43-те 36 грамм болды. Оны бөлем нешеге? 347 граммға, көбейтем 100%-ға. Сонда 43,36 бөлу 347 көбейту 100. Сонда 12,49 шығады екен. 12,49%. Ол бізде С жауабына сәйкес келіп тұр. Енді оқушылар С жауап сияқты бұл С деңгейінің есебі. Біз бұны отдельно тоже қарастырамыз. Сұрақ бар ма? Номері 10-шы сұрақ бойынша. Әрі қарай кет. Номері 11-ші сұрақ. Құрамында алюминий кездесетін минералды қосылыс дейді. Бұл 11-ші сұрақты А деңгейінің сұрағы екен. Жалпы 9-шы сыныптың 27-ші параграфінде қарастырылған. Енді мұнда формулалары беріліп тұр. Бірақ егерде формуланы жаттамасаңыздар да, галит бұл натрий хлоридінің кенін айтады. Осы галитті сызықтасаңыздар, және карбамид бұл көміртек пен аммиактың қосындысы. Сондықтан да дұрыс жауап әрине единственный вариант Б нұсқасы. Басқасы ешқайсысы келмейді. Әрі қарай кеттік. 12-ші сұрақ. Былай дейді. Бізде реакция теңдеуі берілген екен. 1531,76 килоджоуль жылу бөлінсе, жұмсалған ауаның көлемін тап дейді. Сонымен бізде мына жерде қанша көлем жұмсалып тұр екен? 1531,76 килоджоуль. А бізге оттек тауып алу керек бірінші, X1. Мұнда 7 көбейту 22-де 4, өйткені көлемін тап деп тұр. Мұнда 3063,52 деп жасамыз. Осы жерден X2-ні тауып аламыз. Ол үшін 7-ні көбейтем 22-де 4-ке, көбейтем 1531,76-ға, бөлем 3063,52-ге. Сонда 78,4 не? Литр шығады. Енді 78,4 литр бұл не? Неше пайызды құрайды? 21%. Өйткені бұл оттектің көлемі, ал оттек 21%. Ал бізге ауаны тап деп тұр, яғни 100%-ны тап деп. Сонда X2-ні тапсаңыздар, 78,4-ті 0,21-ге бөлесеңіздер шығады. Сонда 373,3 литр. Дұрыс жауап Д нұсқасы. Бұл Б деңгейінің есебі. Қоспаға арналған. Мен специально қасына деңгейлерін жазып кетіп отырмын, өйткені есептер шығару химиясының чек-листін қарасаңыздар, как раз сұрақтардың бәрі деңгеймен тұр. Сұрақ бар ма оқушылар 12-ші сұрақ бойынша? Жоқ, ағай, түсінікті. Номері 13-ші сұраққа кеттік онда. Фосфор тотықтырғыш дейді. Фосфор тотықтырғыш қасиет көрсету үшін бірінші тотықтырғыш дегеніміз не? Тотықтырғышы электронды не істейді? Алады. Ал электронды алу үшін оның бейметалдық қасиеті жоғары болу керек. Фосфор мен оттек салыстыратын болсақ, оттектің бейметалдық қасиеті жоғары. Сондықтан бұл жағдайда фосфор электронды береді. Екінші жағдайда хлордық жоғары, мұнда күкірттікі жоғары, ал мына жағдайда ғана фосфордікі жоғары. Сондықтан дұрыс жауабымыз не болады? Әрине Д нұсқасы болады екен. Әрі қарай кеттік. Мыс, мен ауыстырып жүрдім оймен тағы бір. Мыс пен темір қоспасын концентрал азот қышқылымен өңдегенде 1,792 литр газ бөлінеді. Осы қоспаны тұз қышқылымен әрекеттестіргенде 1,344 литр газ түзіледі. Қоспадағы темірдің массалық үлесі. Сонымен бізде мыс пен темірдің қоспасы берілген. Мыс пен темірдің қоспасын әрекеттестіретін азот қышқылының концентрал азот қышқылымен тек қана не әрекеттеседі бізде?
Әрине мыс қана әрекеттеседі. Темір, хром және алюминий азот қышқылымен не істемейді? Әрекеттеспейді, пассивтеледі деп айтамыз. Сонда NO2 газ шығады. Алдына біз 2 қоямыз. Неге NO2-нің алдына 2 қоямыз? Өйткені біз айттық, бізде оксидтерді 1 валентті, 2 валентті және 3 валентті деп жіктеуге болады деп. 1 валентті оксидке біз как раз нені жатқызамыз? NO2-ні жатқызамыз. Мыс сонда 2 валентті, NO2 1 валентті, екі жақта да валенттілік тең болу үшін мыстың алдына неше қоямыз? NO2-нің алдына 2 қоямыз. Ал 2 валентті оксидтер көбірек, CO2, NO2 емес. SO2, кешірім өтінемін, SO2, SO3 сияқты оксидтер, силициум O2, бұлар 2 валентті оксидтерге жатады. Ал 3 валентті оксидке NO-ны жатқызамыз. Бұлар 3 валентті оксидке. Мысалы ретінде түсінікті болу үшін мыс стрелка NO дейтін болса, NO ол 3 валентті, ал мыс 2 валентті. Сондықтан мұнда 2, мұнда 3 қоямыз. Көз жеткізу үшін жалпы өздеріңіз мыстың сұйытылған азот қышқылымен реакция теңдеуін жазсаңыздар, алдында коэффициенттердің қатынасы осылай. Жақсы, түсінікті. Мынауымыз біздің 1,792, мынауымыз x1. Мынауымыз бізде 64, мынауымыз 2 көбейту 22-де 4. Осы жерден x1 тауып аламыз. Сонда 64-ті көбейтен 1,792-ге бөлем 44,8-ге. Сонда 2-де 56. Ары қарай, енді бізде осы қоспаны немен әрекеттестіреді? Тұз қышқылымен әрекеттеседі. Ал енді тұз қышқылымен тек не әрекеттеседі? Темір әрекеттеседі. Нәтижесінде сутек газ шығады. Мынауымыз 1,344 литр, мынауымыз x2. Мынауымыз mR56, мынаның mR 22, көлемі 22-де 4-де x2-ні тауып аламыз сонда. Ол үшін мен 56-ны көбейтен 1,344-ге бөлем 22-де 4-ге. Сонда 3,36 литр. Бізге ненің көлемін тап деп тұр? Ненің массалық үлесін тап деп тұр? Темірдің массалық үлесін. Мынау грамм кешім өтем, ешқандай литр емес. Сонда 3-те 36 граммды бөлем нешеге? 3-те 36 қосу 2-де 56. И көбейту 100%. Сонда мұнда 336, оны бөлем 3,36 қосу 2,56 қосындысына. Сонда 5-те 92. 336 бөлу 5,92. Сонда менде шығады екен 56,76%. Дұрыс жауабымыз А нұсқасы. Ары қарай жалғастырсақ, номері 15-ші сұрақ. Химиялық реакцияның температурасы 40 градусқа жоғарылатқанда реакцияның жылдамдығы 16 есе артса температура коэффициент дейді. Бұл мынау формуламен шығады, В тең температура коэффициент Т2 азайту Т1 бөлінген 10. Ван Гофтың ережесіне байланысты жылдамдық бізде 16 есеге артып тұр, температура коэффициентті білмейміз, 40 бөлу 10. Сонда 16 тең температура коэффициенттің 4 дәрежесі. Енді қараңыздар, мектеп бағдарламасында температуралық коэффициент 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін, немесе 4 болуы мүмкін. Осы 3 жауаптың біреуі ғана болады. Енді назар аударсаңыздар, қандай санның 4 дәрежесі 16-ны береді? Басқаша айтқанда, қандай санның 4 рет көбейтсең 16 шығады? Дұрыс айтасыңдар, әрине 2. Сондықтан мұнда температуралық коэффициент не болады? 2 болады. 16-шы сұрақ. Былай дейді, хлорды сумен әрекеттестіргенде түзілетін қышқылдар дейді. Мына жерде мен келесіне салып қойдым, қателесіп. Хлорды қышқыл немен әрекеттестіргенде, мында кітапта да өзі жазылып тұр. Бізде мында жазып көрсете салайын. H2O қосу хлор 2, нәтижесінде H хлор қосу H хлор O. Мынау біз хлор сутек қышқылы, мынау хлорлы лау қышқылы, сондықтан дұрыс жауап әрине Б нұсқасы болады екен. Әрі қарай номері 17-ші сұрақ. Суда ерімейтін сульфаттар дейді. Бұны жай ғана еріксіз кестеге қарай саламыз. Бұған енді мынау жаңағы 16-шы сұрақтікі. Қиын ештеңесі жоқ. Бар мен S4-тің қесқан жерін қарасаңдар, ерімейді деп тұр. Дәл солай плюмбу мен S4-тің қесқан жері ерімейді. Түсінікті ғой да, еріксіз кестеге қесқан жеріне қарай саласыздар. Атом құрылысы бойынша N тең 3 болса, L-дің мәні дейді. Оқушылар енді бұл жерде мынадай формуланы білу керек. L ол 0-ден бастап 1, 2 шексіздікке дейін кете береді. Бірақ N-нің мәні әрқашан 1-ге кем жүру керек. Сонда егер N тең 3 болса, L тең 0, 1 және 2 болады. Мысалы, 4 болса, N-нің мәні 4 болса, L 0, 1, 2, 3 болады. N-нің мәні 5 болса, 0, 1, 2, 3, 4. Өшім, бір сан жетпегенше кете береді соған. Әрі қарай, номері 19-шы сұрақ, бұл шығымға арналған есеп екен. Былай дейді. Шығымы 75% болса, 15,6 грамм бензолды гидрлегенде түзілетін циклогексанның массасы дейді. Бензол С6H6. Бұны гидрлегенде С6 не шықты? H
12 шықты, иә? Мынауымыз 15-те 6, мынауымыз x1. Мынауымыз жаңылмасам 78, мынауымыз қанша болады? 90, қанша? 78, 92 емес. 6 қоссақ 84 па? 84. Сонда x1 тапсақ, 15/16-ны көбейтеміз 84-ке, бөлем 78-ке. 16-да 8. Ал енді бізде x оң жағында болса, шығымды біз не істейтін едік? Ойша 100-ге бөліп аламыз. Сонда бізде 0,75. Ал егер x оң жағында болса, сонда 0,75-ке не істей саламыз? Көбейте саламыз. Сонда 12-де 6 грамм шығады. Дұрыс жауабымыз А нұсқасы. Түсінікті деген ойдамын. Ал егер x сол жағында болса, бөле саламыз. Номер 20 сұрақ. Целлулоза жай және күрделі эфир түзіле алуына қатысатын функционалдық топ дейді. Әрине, целлулозадағы күрделі эфир түзілетін реакцияға қатысатын функционалдық тобы гидроксил топ деп аталады. OH топ. Әрі қарай, 21 сұрақ. Көлемі 15 литр азот сутегімен әрекеттескенде 25 литр аммиак түзілді дейді. Реакцияның теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда шығымы дейді. Сонымен азот өздерін жақсы білесіңдер, әрқашан N2 деп жазылады. Ал аммиактың формуласы қандай? NH3. Мынауымыз теңестіру үшін, азот теңестіру үшін алдына 2 қоямыз. Мынауымыз 15 литр, мынауымыз x1. Мынауымыз 22-де 4, мында 2 көбейту 22-де 4. Осы жерден x1 тапсаңыздар, әрине 30 литр шығады. 30 литріміз неше пайыз? Әрине 100%-ді құрайды. Ал бізге неше пайызды тап деп тұр оқушылар? 25% тап деп тұр. Сонда 25 табу үшін 25-ті бөлеміз 30-ға, көбейтеміз 100-ге, сонда 83,3%-ті құрайды. Екен, дұрыс жауабымыз Д нұсқасы. Оқушылар түсінікті ма? Иә, ағай. Номері 22 сұрақ. Кешен түзуші атомның тотығу дәрежесі дейді. Бұны табу өте жеңіл. Бұл үшін не істейміз? Мында қараңыздар, цианиттің заряды -1. 6-ны -1-ге көбейтеміз. -6. Одан мына 4-ті алып тастаймыз. Сонда +2 шығады. Түсінікті ғой? Иә, ағай. Номері 23. Анилиннің физикалық қасиеті дейді. Бұл да аминдер тақырыбынан алынған А деңгейінің сұрағы 11 сыныптың 11 параграфы екен. Қарап көрсеңіздер болады. Көрдіңіздер ма? Сөзбе сөз алынған. Анилин суда ерімейтін май тәріздес түссіз улы сұйықтық дейді. Анилиннің физикалық қасиеті суда ерімейтін май тәріздес улы сұйықтық. Көрдіңіздер ма? Нағыз мынау сұрақтардың бәрі нағыз ұбт-да келген сұрақтар оқушылар. Сондықтан да көрдіңіздер ма? Кітаппен жұмыс істеу өте маңызды екен. 23 сұрақ түсінікті деген ойдамын. 24 сұрақ. Оқушылар енді 24-тен 30-ға дейін біз келесі бөлімінде қарастырамыз. Қазір бізде 10 минуттық үзіліс, өйткені зумның шектеуіне байланысты қазір барлығымызды шығарып жібереді. 10 минут демалып алыңыздар. Мен қазір сіздердің каналдарыңызға тағы да сілтеме жіберемін зумның, сосын әрі қарай жалғастырып көретін боламыз. Жақсы ма? Жақсы, ағай, сау болыңыз.